Ассалаумағалейкум, қазақ елі, каналымызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажеттілерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатуларының қабырғаларына тисін. Ауыл жұмысшыларының жалақысына 50% үстемақы берілмек. Сондай-ақ олардың бір жыл еңбек өтілін 1,5 жылға теңестіру жоспарланып отыр. Қазақстанда шекара маңындағы ауылдарға айрықша мәртебе беру мәселесі қарастырылып отыр. Бұл туралы Қазақстанның ауылды аумақты дамытудың 2023-2027 жылға арналған тұжырымдамасына енгізілген ескертулер жобасынан белгілі болды. Құжат ашық нормативті актілер порталында жарияланған. Өзгертулер жобасына сәйкес шекара маңындағы аудандарда орналасқан ауылдық жерлерде жұмыс істегені үшін жалақыға 50% ауылдық үстемақы енгізу мүмкіндігі қаралмақ. Сондай-ақ төтенше табиғи климаттық жағдайлар жылыту маусымдары 9 ай. Бар шекара маңында аудандар тұрғындары үшін 1 жыл еңбек өтілін 1,5 қылып есептеу нормасы көзделеді. Ұлттық экономика министрлігі мәліметінше, Қазақстанның 14 облысы Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан және Түркменстан мен шектеседі. Шекара маңында аумақтарда халық саны 3,4 миллион адамды болатын 65 аудан, яғни 1083 ауылды елді мекен орналасқан. Соңғы 3 жылда Қазақстанның шекаралас аудандарының халқы 3,35-тен 3,36 миллион адамға байқалды. Бұл ретте шекара маңындағы 65 ауданның 40 ауданында халық санының азаюы байқалады. Бұл көшу-қону ағының және халықтың табиғи күйіне байланысты. Халық негізінен Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Абай, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарынан шекаралас аудандарында азайып келеді делінген Ұлттық экономика министрлігінің хабарламасында. Толығырақ төменде сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.